Менің қалам бақытым мекенім, аспанымызға нұр қонып кетеді. Бұл музей Ақтөбе қаласының облыстық өлкетану музейі болып саналады. Бәріміз білетіндей, музей тарихпен тығыз байланысты. Сондықтан да ең алғашқы таныстыруымызды Ақтөбенің алғашқы ғимараттарынан бастайық. Менің ойымша, Ақтөбе тұрғындарының басты сұрағы Ақтөбе қаласының қалай пайда болғаны. Сонымен сұрағымыздың жауабы 1869 жылы көптеген көтерілістер басылған болатын. Осыны басу жөнінде патша үкіметі көптеген бекіністерді салған болатын. Сонымен біз Ақтөбе бекінісінің қалай құрылғаны және алғашқы ғимараттардың туралы баяндайтын боламыз. Көріп тұрғаныңыздай, осы алаң бұрынғы бекініс алаңы болып саналды. Қысқаша баяндай кетсек, 19 ғасырдың бастарында хан билігі жойылып, отаршылдық саясаты келген болатын. Осыдан кейін қазақ халқының жағдайы күрт қиындап кетті. Себебі көшіп қону шектетілді, сонымен қатар жер қысқарды және олардың жеке халық ретінде құлдырауына көптеген себептер болды. Сонымен қатар патша үкіметі онымен қоймай, өзінің озбырлығын осы жерді қазыналық мүлік ретінде жариялаған болатын. Отарлық саясатынан кейін көптеген наразылықтар туындаған болатын. Сонан кейін бекіністер салуға жоспарға алынған болатын. Сол бекіністердің бірі Елек өзенінің маңындағы бекініс. Бұл жер арнайы бір экспедиция арқылы таңдалынған болатын. Патша үкіметі төбе басында осы бекіністі салуға жоспарға алды. Сонымен 1869 жылы осы жерге бекініс салынған болатын. Бұл драма театрының орнына не болған білесіз бе? Ақтөбе қаласында алғашқы шіркеу ашылған болатын. Бекініс басшысы Павленко бұл көтерілісте, яғни мәжілісте осы туралы сөз қозғаған болатын. Сонымен 1888 жылы Ақтөбе қаласының орталығында 300 орны бар шіркеу ашылған болатын. Шіркеу Александр Невскийдің құрметіне ашылып, әулие Александр деген ат берілді. Ақтөбе қаласындағы Шырнияз көшесіндегі тере-венерологиялық диспансер қаладағы ең алғашқы мектептердің болғанын білесіз бе? 1883 жылы осы мектеп бой көтерген болатын. Ол негізінен орыс және қырғыз мектебі болып саналды. Ғимараттың жалпы ауданы 988 шаршы метрді құраса, жалпы алаңы 1500 шаршы метрді құрайды. Бірақ өкінішке орай қазіргі кезде бұл ғимарат өзінің саласын атқармай, естелік ретінде сақталып қоймаған. Ақтөбе қаласында 1894 жылы қазақ қыздарына алған орыс-қырғыз әйелдер училищесі ашылған болатын. Бұл ғимарат қазіргі уақытқа дейін сақталуда. Кезіндегі қазақ қыздар мектебі қазіргі кезде Шахризада мейрамханасы болып саналады. Орналасқан орны Некрасов көшесіндегі 114 ғимарат.